Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Ендеше бүгін сабағымызды бастаймыз. Бірінші ән ғана айтамыз, иә? Bir-birimizге тілек айтамыз. Кәнекей ортаға шығып, шеңберге тұрып, бір-бірімізге жақсы-жақсы тілектер айтамыз, дейсің? Елмираны бастаймыз, кәнекей. Айнар ата-ананың қуанышы болып жүріңдер. Және сабақта әрқашан еске оқы. Аяғың сен бүгін барлығы жасқансын. Ақсын сен бүгін өте демін болып бірсің. Мұғалімін сіз бүгін ерекше болып тұрсыз. Айнұр әрқашан осындай әдем болып жүріңдер. Кәнекей, жаттық шеңберіміз аяқталды, отырамыз. Жаңа сабақ тақырыпты ашу үшін біз видеороликті тыңдап аламыз, иә, мұқият. Бұл қандай ән? Не түсіндіңдер? Бұл тақырыпты ашу үшін қандай сөздерді не түсіндіңдер? Иә, ендеше дұрыс айтасың, асыл жарайсың. Бүгінгі тақырып өз елім, иә? Жаңа сабақ. Сабақтың мақсаты дәстүрлі халық әндер мен аспаптық музыканың жанры мен стилін анықтау. Құрманғазының күйі сарыарқа күйін тыңдаймыз. Тыңдаған күйден қандай әсер алдың?
Tındagan kүйдөн kандай әсер алдың? Elmira aytыңыз. Bularning arqaga o'chishdan aytmadi. Kerak, o'zingizga aytasың. Tағы басқа күй отансүйгіштік, отаншылдық сезімдерді қозғай ала ма? Айнұр. Иә, қозғай алады. Керемет, дұрыс айтасың. Алған әсеріңді мына сөздің қайсысымен сипаттауға болады? Отан сөзімен сипаттайды. Дұрыс. Бақытты. Керемет. Алтындаға. Өте жақсы. Ән тыңдаймыз, Дархан бала. Әнді оқып, Дархан бала әнінің авторларымен танысайық. Әнеке кім оқиды? Бұл әнді Қазақстанның атақты әншілері, халық әртістері Бибігүл Төлегенова мен Ермек Серкебаев орындаған. Олар біздің еліміздің халқымыздың атын әлемге танытқан ғажап өнер иелері. Әннің авторлары танымал ақынымыз Сырбай Дәулетов және композитор Серік Еркінбаев. Отырабай, жақсы. Келесі балалар бейімізді сергітіп, сәтін істеп алайық. Кәне, сұрамыз. Кәнекей балалар, патриот дегенімізде видеороликті тамашалап тыңдап алайық. Құрметті оқушылар, баршамыз патриотизм деген сөзді естіп жүрміз. Аталмыш сөздің қандай мағына білдіретіндігіне тоқталып өтейік. Патриоттық грек тілінен аударғанда отан, атамекен деген мағынаны білдіреді. Патриотизм өзінің жеке және топтық мүдделерін, жалпы елдің мүдделеріне бағындыратын, оған адал қызмет етіп, өз отанын қорғауды мақсат тұтатын, атамекенге деген терең сүйіспеншілік сезімі. Кәнекей балалар, енді біз дәптермен жұмыс жасаймыз, 95-ші бетте бүгінгі айымды жазып алыңдар. Патриот деген сөз не екенін қалай түсінгендеріңді жазамыз. Сөзді қалай түсінеміз? Осы тірек сызба арқылы бір сөзбен көрсетеміз. Айнұр. Патриоттық грек тілінен аударғанда отан деген сөзі береді. Ендеше қалай ойлайсың, не жерге жазамыз, Бірден көрсетіп отырамыз. Бір сөз артылған. Жарайсың, Айнұр. Елмира. Патриот деген сөз өз отанды сүю. Жазады. Қандай сөздер болса? Өз отанымызды Мақтан ету, керемет. Ендеше балалар, бүгінгі әннің мәтінімен танысып алайық. Мен оқимын, сосын сендер қайталап отырасыңдар. Ұландар жыр деген әні. Дархан байтақ даланың ардақты ата ананың. Қайталаймыз. Дархан байтақ даланың ардақты ата ананың. Мәтінімен таныстық, енді біз ән айтпас бұрын немелері жаттығуларын жасап аламыз. Кәнекей тұрамыз. Тілімізді оңға солға сүйрейміз. Үстіне астына. Айналдырамыз тілімізді оңға солға. Крапелін. Массаж.
Жаттығуымыз аяқ. Кәнекей балалар, енді біз әнді сөзмен бірге қайталаймыз, айтып. Сабақты бекітейге сұрақ жауап арқылы патриоттық деген сөздің мағынасын қалай түсінуге болады? Асыл. Керемет, жарайсың. Қандай адамды патриот деуге болады тағымайды? Елмира. Әскери полицейский адамдар. Керемет, өте өте. Ендеше қоса тоқтап қоямыз. Үй тапсырмасы ән жаттаймыз, ән жаттаймыз. Және де сабақтың тақырыбын өзеліп оқимыз. Кәнекей балалар, бас бармақ арқылы біз кері байланыс жасаймыз. Барлығын түсіндім дегендерін бұлай, енді түсіндім. Керемет, жарай отырыңдар. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.